Елімізде жұмыс берушілерді қолдау орталығы мен әйел жұмыс берушілер платформасы іске қосылады. Бұл туралы елордада өткен NEF 2026 жұмыс берушілер қауымдастықтарының алғашқы ұлттық форумында айтылды. Жаңа орталықтың мақсаты өңірлердегі кәсіпкерлерге сараптамалық қолдау көрсету және құқықтарын қорғау. Ресми дерекке сәйкес елімізде жыл сайын өндірісте 1000-нан астам жазатайым оқиға тіркеліп, шамамен 200 адам қаза табады. Ең қауіпті салалар қатарында тау-кен металлургиясы мен құрылыс салалары сақталып отыр. Сондай-ақ цифрландыру жағдайында еңбек құқықтарын қорғаудың ұлттық стандарттарын енгізу мәселесі көтерілді. Ешқандай экономикалық тиімділік адам өмірінен жоғары тұрмайды. Сондықтан ұстанымымыз анық. Таңертең жұмысқа аман-есен барған адам кешке де үйіне дені сау оралуы тиіс. Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету еңбек кодексіне сәйкес жұмыс берушінің тікелей міндеті. Бұл бағыттағы жұмысты күшейту қажет.